Тағдыр. Адам баласы шыр етіп дүниеге келгенде пешенесіне бүкіл өмірі жазулы тұрады екен деп, үлкен ата-әжелеріміз айтып жататыны құлағымызға сіңіп қалғаны белгілі. Сарапамыз да өткен өміріне көз жүгіртіп отырса, осы сөздің тап өзіне арналғандай қабылдайды. Сарапамыздың өмір дерегі былайша өрбиді. Өзі білдей бір жанияның еркетотай жалғыз қызы әрі кенжесі болды. Балалық шағымен өз отбасын құрып, өз балалары өсіп жетілгенше еш қиыншылық көрмеді. Алдында 4 ағасы болып, аузынан шыққаны болып, көсіліп өмір сүрді. Күндердің күнінде өсіп, бой жетіп, жүрек қауымымен сүйген жары Нұрбекке ұзатылды. Екеуінің махаббаттары берік, серттеріне адал болды. Екеуі қыз бен жігіт болып жүріп жүргенде, Алланың қалауымен бізде 2 ұл, 2 қыз болады. Есімдерін Асыл Арман, Мөлдір Махаббат қоямыз деп екеуі уәделескен екен. Сол армандары орындалып, үлкен ұлы Асыл, одан кейін қыз Мөлдір, кіші ұлы Арман және кенже қызы Махаббат өмірге келді. Нұрбек ағамыз бен Сарапамыз қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай дегендей, ұл қыздарын мәпелеп өсіріп, оқытып, отбасын құрғызып, әрқайсысына жеке-жеке үй, астарына бір-бір машинадан алып берді. Әр қайсысы 2-2-ден жоғары оқу орнын бітіріп, тіптен біреулері шетелге оқып жатты. Бәрі де осылай өз ойымен айтулары бойынша бола беретін көрінеді оларға. Бірақ тағдыр бұларды ойламаған жерден сынаққа салды. Нұрбек ағамыздың денсаулығы сыр беріп, ауырып, содан бас аяғы 2-3 айдың ішінде өмірден озып кете барды. Сарапамыз ақ ұрып түс көргендей абдырап, өмірінің мәнін жоғалтып, торығудың торына түсіп, қиналып қалды. Әкесінің қазасын естіп келіп, жер қойнына тапсырып, жетісін өткіз болған соң, үлкен ұлы мен үлкен қызы Астанаға, кіші ұлы мен кіші қызы Алматыға қайтып кетті. Сарапамыз ағайындарға аманат болып, үйінде қала берді. Күн артынан күн өтіп, ай артынан ай өтіп, уақыт зымырап кете берді. Уақыты жетіп, әкелерінің жылдық асына жиналған балаларының басын қосып, әулеттің үлкені Ертай ақсақал Сарапаның балаларына шешелеріңе егейлік етіңдер, біреуін келіп осында тұрыңдар, немесе қалаға алып кетіңдер деп ой салды. Күйеуге шыққан қыздарға әңгіме жоқ, олар өздерімен өздері болсын. Баланың біреуі келу керек шығар деп, үлкендер әр жерден ойларын жеткізіп жатты. Сарапамызда үн жоқ, тек төмен қарап, 2 көзден аққан жас бетін жуып отыра берді. Бірақ бұлар мені іздесе 1 жылдан бері қайда қалды? Ешқайсының басына да кіріп шыққан жоқ қой. Менің мына үйде ұйықтамай түн ортасында тұрып отырып, өмірден өткен әкелерінің суретіне қарап жылап отыратыным. Мені жалғыздық шаршатты. Мен әбден шаршадым жалғыздықтан деп айта алмай, ішінен тығылып отыр еді. Жұрттың назарын үлкен ұлы сөзімен өзіне қаратты. Дұрыс қой, бірақ апам қалаға үйренбеген. Ол жақта ешкімді танымайды. Біз ертеден қара кешке дейін жұмыстамыз. Ол жақта бір өзі үйде отырғаннан, осында үйде отыра бермей ме? Біз анда-санда келіп тұрамыз. Мен келер едім, бірақ менің ондағы үйім, жұмысым, бизнесім дегендей деп күмілжіді. Жиналған ағайын бұл не дер екен деген оймен кіші ұлына бет бұрды. Кіші ұлымен әлі үйленгенім жоқ. Қызмет бабымен мен жоғарылап Кореяға 3 жылға кетейін деп құжаттарымды дайындап қойып едім деп сөзінің аяғын жұтып алып, ол күмілжіді. Жиналған ағайын тым-тырыс үнсіз қалды. Үнсіздікті Сарапам өзі бұзды. Жоқ, мен үйімді, ағайынымды, шалымды тастап ешқайда бармаймын. Жұмыстарынан қалмасын. Мен өзім рұқсат беріп отырмын деп балаларының артынан жуып шайды. Балалар да анасын қостап, «Иә, солай біз бәрін келісіп шешіп отырмыз» деп сөзден жеткізді. Ағайын не дейді? Бастарын шұлғып келіскенін болсаңдар, бопты онда, өздерің білесіңдер. Бірақ әкелерің не көріп кетті, сендерді жеткіземін деп, енді шешелеріңе қараңдар. Қартайған шағында жалғыз қалдырмай деген ой ғой біздікі деп, үйден шығып кете барды. Балалар да бет-бетімен тарқасты. Үйде Сарапам тағы да жалғыз. Төсегін пештің төбіне ертек салып алып, қолына шалының суретін ұстап алып, көзінен аққан жасқа ерік беріп отырып, шалына бар мұңын шақты. Мен енді кімге керекпін? Дәл осылай болады деп кім ойлаған? Қартайған шағымда дәл осылай болсын деп тілемеген едім ғой. Еш болмаса сен қалқайып осында отырсаң, мен осыншалықты жүнжіп жыламас едім ғой. Біз тағдырымызды осындай болады деп тіледік пе? Екеуміз жастық шағымызды армандап қана қоймай,
Қартайған шағымызда бірге болайық деп неге армандамағанбыз? Енді мен не істеймін? Ішімнен тынып іш құса болып өлетін болдым ғой. Балаларының өз өмірі бар екен. Мені ойлап жатқан ешқайсысы жоқ. Ауылға Қарашаңырға келіп ешқайсысы да тұрғысы келмейді. Біздің бір жіберген қатеміз, бір баланы қолға алып қалуға дайындап тәрбиелемеген екенбіз. Солар оқысын, ел көрсін, жер көрсін деп тәрбиелейміз деп ұшқан ұясынан бездіріп алған екенбіз. Солармен қатар мектепте нашар оқыған ауылдың балалары анау шешелерінің қымбат көлікке мінгізіп алып, үлде мен бүлдеге орандырып, ауылдағы той томалақ пен өлген жытқанға аяғын жерге тигізбей алып барғанда ішім қыж-қыж қайнап, өзімді қоярға жер таппай кетемін. Үйлеріне келсе салулы төсек, келіндері құрақ ұшып апалап асты үстіне түсіп жатса, немерелері әжелеп жан-жағында шулап ойнап жүр. Сол кемпірлердің не арманы бар екен? Ал мен болсам, балаларымда адам болсын, өсіп өнсін деп жүріп, соңында ешқайсына керек болмай далада қалдым деп жылаған бойда ұзақ жатты. Сөйтіп жатып көз ілініп кетіпті. Таң намазын өткізіп алдым ба деп жалма-жан орнынан тұрып, сағатқа қараса әлі уақыт кірмепті. Орнынан тұрып дәрет суын дайындап жүріп, тағы да ойға шомып кетіпті. Қолындағы құманының суы толып тасып ағып жатқанда ғана ешейіп суды тоқтатты. Ойпырмай, маған не болғаны өзі? Күнне, түнне жалғыздықтан жалға бастадым. Асқа да тәбетім жоқ, ұйқым да келмейді, ешкіммен араласқым да келмейді. Аллам сабыр бере көр, деп есін жиып намазын оқи бастады. Намаз оқып болып шай дайындап жатқан сол еді, дарбаза есігі ашылып, үйге көрші ауылда тұратын қайнысының келіні кіріп келгенде, Сарапамның жүрегі жарылардай қуанып, әңгімелесіп біраз шерін тарқатты. Міне, Сарапамның қартайған шақтағы өмірі осылай өтуде. Кім біледі кімнің қарттық шағы қалай өтерін, бірақ балалар ешқашанда ата-анасын жалғыз қалдырмас екен. Әр отбасында ылайым ауызбіршілік, береке, ынтымақ, бауырмалдылық болса екен. Қарты бар үйдің қазынасы бар деген аталы сөзді жастайтын баталы қарияларымыздың қамқорлығы азаймасын. Достар, видео түсірілімді соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер арна ұнаса, тіркеліп, өз ойларыңыз бен пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.